Қаладағы әжептәуір құрылыс компаниясының директоры 40-тың 40-сына іліккен есеттен жаман ауру табылды. Астанадағы дәрігер досы қынжыла отырып, 2 ай өмірінің қалғанын жеткізді. Біз қонақпыз. 2 айдың ішінде қанша адам жол апатынан, өзге де пәле-пәтерден о дүниелік болып жататыны бір Аллаға мәлім. Ешкім қашан кететінін білмейді, сен білесің, дейді есет досының бұл сөзді жылату үшін, әлде жұбату үшін айтқанын түсінбеді. Қаралы хабарды сабырмен тыңдаған ол аэропортта досының қолын қысып тұрып, бұл хабардың құпия қалуын өтінді. Ұшақтан түскен бойдан күтіп алған шопыр мен құмырсқаның илеуінде қыз-қыз қайнап жатқан кеңсесіне емес, әке-шешесінің басына барып қайтты. Мазалай берген соң ұялы телефонын өшіріп тастады. Өзіне сұраулы көзбен қараған шопырға ағасының адресін айтты. Шешесі марқұм ағасы екеуін құшағына қысып отырып, анасының қос қанаты ғой деп кезек-кезек бастарынан иіскейтін. Әскерде орыс жерінде болған есет қысына шыдай алмай ауырып, артынан ағасы іздеп келіп еді. Қожанасыр ағасы мұны оңаша шақырып алып, ауылдағы тайыншаны сатып, ақшасын командиріне беріп, сенің орныңа әскерде мен қалсам қайтеді, деп еді-ау. Сөйткен ағасының жол апатынан аяғынан айырылып жатқан баласына көмек сұрап хабарласқанына да біраз уақыт өтіп кетіпті. Әйтеуір бір жанталасқан өмір. Енді кешіктіруге уақыт жоқ, дейді бұл өзін өзі кекетіп. Ағасында Құдайға шүкір бала жетеді. Ауылдағы ең көрікті қыздың біріне үйленгенде жеңешесінің әдемілігіне малданып біразға дейін танауы шелектей болып жүріп еді-ау. Қазір қаладағы қуықта 2 бөлмелі үйде тұрып жатыр. Бұл ағасы сияқты ғашық болып күйіп жанбады. Кішкентай кезінен жоқшылықты көріп өскен бала аяғын аңдап басып, есеппен отау құрды. Білде құрылыс басқармасында жұмыс жасайтын дөкейдің бұлаңдап өскен жалғыз қызына құрық салды. Обалы қане? Әсия осы уақытқа дейін өзге ақымақ қатындардай, сенің осы жетістікке жеткенің менің әкемнің арқасы, деп бетіне салық етіп басып көрген емес. Байын күтіп сыланып қалған келіншегі Асқар мен Әминадан соң бала көтермей қойды. Осы уақытқа дейін мән бермей келген әсет дәл бүгін балаларының аздығына өлілердей өкініп келеді. Атасы жұмысқа қасына алды. Зейнеткерлікке кеткенде тәп-тәуір лауазымға тағайындап кетті. Жұмысқа деген өлермендігінің арқасында директорлыққа дейін өсіп, бүгінде жекеменшік құрылыс компаниясын басқарып отыр. Кең сарайдай үйі бар, қара джип астында. Күні кешеге дейін өзін ақ тауды айырып, қара тауды қайырып жүрген бүгінгі күннің батырындай сезінуші еді. Ал бүгін бәрі мағынасыз, бәрі солғырт, қажетсіз нәрсеге айналып кеткен сияқты. Күзетте жұмыс жасайтын ағасы әлі үйіне келе қоймапты. Бір кездері көздің жауын алатын сұлу жеңгесінің өңі солғын көрінді. Ыңғайсыздау үнсіздіктен соң бұл қара тентекке келіп едім, деді күмілжіп. Көрші бөлмеден Асқаттың «Көке!» деген жарық дауысы естілгенде қуанып кетті. Бала керуетте жатыр екен, әйтеуір бір аяғы аман, оған да шүкір. «Көке, сенің келетініңді білгенмін, түнде түсімде көрдім», деді бала бұны тас қылып құшақтап. Есеттің жүрегі елжіреп кетті. Асқаттың қасында біраз отырды. Бала фантастикалық кітап оқығанды ұнатады екен. Оқуды үздік оқитын бала болашақта хирург болуды армандайтынын айтты. Аяғым бар кезде мектептегі футбол командасының ең мықты шабуылшысы едім, деп мақтанып та қойды. Ертең шетелге алып кететінін естігенде жүзі қуаныштан бал-бұл жайнап шыға келді. Орнынан тұруға оқталғанда қолын қысып, «Көке, мені емдеткен ақшаңызды аман жүрсем қайтарамын», дейді нық дауыспен. Бұл баланың қайсарлығына риза болды. Енді ол ақша көкеңе керек болмайтын шығар,
деді ішкі дауысы. Жеңгесі ас үйге шай жасапты. Бой жетіп қалған Мадина жұпыны киімінен қысылып, именес қарап сәлем берді. Азық-түлік дүкеніне барып, бірнеше пакетті толтырып, Асқатқа компьютер алып қайтып келгенде ағасы жұмыстан оралған екен. Екеуі құшақтасып амандасты. Баламысың, деген. Асқат жолға жинауды бастап та жіберіпті. Компьютерді көргенде бала ысқырып жіберді. Кішкентай үйдің іші үбірлі-шүбірлі балалардың қуанышты үніне толып кетті. Не алып берсе де қуанбайтын өз балалары есіне түсті. Кетерінде есепшінің оқуын қызыл дипломмен бітіріп, үйде жұмыссыз жатқан Мадинаға бір уыс ақша ұсынды да, бастан аяқ кейін, ертеңнен бастап бізде жұмыстасың, кадрға ескертемін. Бізге сен сияқты энергиясы көп, білімді де білікті жас маман қажет, деді күлімсіреп. Мадинаның қуанғаннан беті қызарып кетті. Рахмет көке, сеніміңіздақтаймын, деді даусы дірілдеп шықты. Ағасының отбасына қуаныш сыйлағанына өзін керемет бақытты сезінді. Қоштасарда ағасы бір нәрсе сезгендей қапсыра құшақтап тұрып, бәрі жақсы ма, деді қамқор үнімен. Кішкентай кезінде көшеден таяқ жеп келген, өзі үшін талай төбелеске түскен ағасының осы жолы дәрменсіз екенін ойлағанда жүрегі сыздады. Жақсы, деді бұл ағасының құшағынан босап жатып. Осы кезде бағанадан бері ләм-мим деп тіл қатпаған жеңгесі таяқ жеген жас балаша өксіп жылады. Өмір бойы тілеуіңді тілеп өтемін, Төрежан, деді жылап тұрып қайран жеңгесі. Далаға шыққан соң шопырын босатып жіберіп, үйіне жаяу тартты. Өзін көптен бері бұлай жеңіл сезінген жоқ еді. Әрбір үйді тапсырған сайын бір мүжәлсіз отбасыға пәтер сыйлап, кілт тапсыруды үрдіске айналдырып жүрген Есет жаңа жыл қарсаңында тапсыратын үйдің бөлетінін пәтерді ағасының отбасына беретінін болып шешті. Үйге кіргенде өзіне аңтарыла қараған келіншегін көрді. Телефоныңда өшіріліп жатыр, жұмыстан да іздеуде уайымдап, деп асыға сөйлеген Асиясына сабырмен қарап, жатын бөлмесіне өтіп кетті. Бүгін жұма екені есіне түсті. Аптаның соңғы күнінде жолдас жігіттерімен жел шығарамыз дегенді желеу етіп, отырыс ұйымдастырып, көңіл көтеруді әдетке айналдырып еді. Енді мұндай ақмақ тірлікпен айналысуға уақыт жоқ, Есет мырза, деген ол киімшең диванға қисайды да қалың ұйқыға кетті. 2 айдан соң өзінен табылған жаман аурудың өзі түгілі ізін көре алмай, дәрігерлердің айран асыр қалатын ұйқыдағы Есетке беймәлім еді. Оскаям аяқталды. Егер сіздерге ұнайтын болса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.